Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге мен Ермекбайым Қуаныш қызы. Сіздермен бірге қайта қауышқаныма өте қатты қуаныштымын. Бүгін осындай керемет УПП тортын дайындайтын боламыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен біз осындай ыдысымызды алып аламыз. Және қажетті заттарымызды түгендейміз. Ең алдымен төрт жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Жұмыртқаның температурасы да, оның көлемі де ешқандай маңызды емес. Енді оны жарып, өзіміздің ыдысымызға неге қосып алдық. Енді бұған 200 грамм шекер қосамыз. Қант 1 стакан. Масса болу қажет. Енді осы жұмыртқалы массамызға какао, шоколад және сүт қосамыз. 100 грамм. Енді құрғақ массамызды біріктіреміз. 350 грамм ұнға 30 грамм какао, 18 грамм различный селенізді қосып, осы ыдыстың ішінде жақсылап араластырамыз. Айта кетерлік жағдай, біздің ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болу қажет. Електен өткізілген ұн болса, ол массамызды есеге жақсы болып көтереді. Енді осылай 5 қасықтап мен салып миксерледім. Миксерлемес бұрын ұн салып өзімізге шашырап кетпес үшін. Енді осылай ұнымыз біткенше қайталап шығамыз. Неге осындай қою масса шығады. Ұнымыздың бәрін салып болғаннан кейін құрғақ массамыз салғаннан осындай жұмыртқалы масса шығады. Енді осылай мен 28 диаметрлі табада пісіремін. Пеште осындай торт пісіретін ыдысымызға, котелімізға осылайынан қойып қысып, осындай форма шығарамыз. Бұл біз біріншісі, неке бұл бізде екіншісі. Осылай барлығын жасап шығамыз. Мен әр коржға 5 қасықтан салдым. Енді 180 градуста пешімізде 5-10 минут пісіріп аламыз. Неке біз екіншісі, бізде екінші коржымыз осылай болып піседі. Сіздерге айта кетерлік жайт, корждарды суғаннан кейін барып алу қажет. Енді кремін дайындаймыз. 500 мг сүтімізді 3-4 сағат тұрған болу керек. Жақсылап миксерлеп, бір банка қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды қосамыз. Кемінде 250-300 мг қосып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Өз қалаларыңызша креметте, маскарпоне, немесе творожный сыр қоссаңыздар болады. Енді сахарный пудрамызды қосамыз. Өзіңіз қалағанша қоссаңыз болады. Неке бізде корждарымыз. Мен 25-30 грамм қостым сахарный пудрадан. Солай болып пісті. Менде осындай мешок бар, соған саламын. Негізі менде УПП-ға арналған насадка бар. Бірақ мен осының өзімен жасай берем, керемет болып шығады. Кешіріңіздер, мұнда менің шариктерім көрінбей қалды, қалай жасап жатқаным. Неке осылай жасап аламыз. Бұл бізде екінші корж. Салдық. Үшінші коржымыз. Неке төртінші коржымыз. Қалай әдемі болып тұр, қараңыздар. Енді
150-200 грамм шоколадымызға 30 грамм сүтімізді құйып, микроволновкада ертіп аламыз. Немесе водяной ваннада. Менде осы насадка бар. Осы насадкамен шоколадымызды құйып, әрлейтін боламыз. Неке осындай болып шығады. Өте керемет, дәміне сөз жоқ осындай тортты менімен бірге жасағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған мен Ермекбай Қуанышқызы. Келесі кездескенше.